Армысыздар, құрметті телекөрермен, эфирде ашық сұхбат бағдарламасы, студияда мен Мадина Нұрланқызы. Бүгінде елімізде автокөлік тізгіндейтін азаматтардың саны жылдан жылға артып келеді. Сонымен қатар жүргізуші куәлігін алып, көлік басқаруды үйренуге ниетті азаматтар да аз емес. Құрметті телекөрермен, осыған байланысты жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жүргізуші куәлігін алу тәртібі, сонымен қатар емтихан талаптары кезең-кезеңімен жаңартылып, заңнамаға өзгерістер енгізілуде. 2026 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енген жаңа талаптар да осы саланы жетілдіруге арналған. Құрметті телекөрермен, ендеше бүгінгі бағдарламамызда жүргізуші куәлігін алу тәртібі, сонымен қатар жаңа өзгерістерге сұхбат жүргізетін боламыз. Ендеше бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Жетісай аудандық полиция бөлімі, әкімшілік полиция бөлімінің бастығы, полиция капитаны Әмірбеков Мұхтар Шарапұлы. Сонымен қатар Жетісай ауданындағы Сақ жол автомектебінің директоры Дүрдіқылыш Мадина Берікқызы. Студияға қош келдіңіздер. Мұхтар мырза, саламатсыздар ма? Алғашқы сұрақты өзіңізден бастасақ, жалпы 2026 жылдың 1 шілдесінен бастап жүргізуші куәлігін алу тәртібінде қандай негізгі өзгерістер орын алып жатыр? 2026 жылдың 1 шілдесінен бастап жол қозғалысы саласына бірқатар өзгерістер енгізілді. Оның негізгісі жүргізуші куәлігін алатын курсанттар емтихан тапсыру барысында цифрлық жүйеге көшірілу. Яғни емтихандарды ашық форматта, онлайн форматында тапсырылады. Бұл бірқатар адами факторлердің себептерін жояды. Яғни білімді курсант болып тұрса, ол міндетті түрде өзінің емтиханын ойдағыдай тапсырып шығады. Сондай 65 жасқа толған азаматтарға және мүгедектігі бар азаматтарды әр 2 жылда бір реттен медициналық тексеруден өтуі. Бұл денсаулық сақтау министрлігінде есепте тұрады цифрлық жүйеде. Яғни бұл 2 жылда өтпеген жағдайда олардың жүргізуші куәлігі тоқтатылады. Бұл негіздемелер жол қозғалысын жақсарту мақсатында, жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында қарастырылған заңға өзгеріс енгізілді. Тамаша. Енді Мадина ханым, жалпы осы жаңадан енгізілген өзгерістер автомектептердің оқу бағдарламасына қалай әсер етіп жатыр? Соңғы 2 жылдың ішінде бір емес бірнеше өзгерістер болып жатыр. Бұл жердегі өзгерістердің басты мақсаты ол жүргізуші куәлігін алу барысындағы коррупцияға қарсы болу, жолдың қауіпсіздігін сақтау және де қауіпсіз жүргізушілердің санын арттыру. Яғни бұл осы тұста ең бірінші акцент қойылады ол автомектептерге. Яғни автомектептерге деген талап жылдан жылға күшеюде, нығаюда. Қазіргі таңда кез келген автомектептің өзінің бірінші мақсаты ол сауатты жүргізушілерді дайындап, сапалы білім беру. Және де жүргізуші куәлігін алу үшін ең бірінші, егер де Б санатын тапсыратын болса, тапсыратын курсанттың жасы 18-ге толуы қажет. Онымен қоса автомектепте оқыды деген куәлігі бар болуы қажет. Және де көлікті басқаруға рұқсат деген 073 медициналық анықтамасы болуы қажет. Осы құжаттары бар болса, талаптарға сай болса, онда курсант алдымен мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып, теориялық емтихан тапсырады. Теориялық емтиханды өткеннен кейін практикалық емтихан тапсырады. Практикалық емтиханды сәтті тапсырған жағдайда өзінің жүргізуші куәлігін алады. Ал егер де курсанттың жасы 16-да болса, онда А1 санатындағы көліктерді басқаруға рұқсат. Яғни мопед сияқты жеңіл көліктерді басқаруға рұқсат беріледі. Яғни тапсыруға болады 16 жастан. Ал енді осы жалпы оқыту бағдарламасына тоқталып кетіңізші, қанша уақытты қамтиды, қандай талаптары бар? Автомектебімізде қазіргі уақытта теориялық және де практикалық деген 2 бөлімнен тұратын оқу бөлімдері бар. Алдымен курсант оқуға келген кезде міндетті түрде оның көлік айдауға рұқсат етілетін растайтын медициналық анықтамасы болу керек. Яғни денсаулығына ешқандай кінәрат жоқ, көлік айдауға рұқсат деген. Осы құжат болған жағдайда жеке куәлігін тапсыра отырып, курсант автомектеп KZ деген мемлекеттік базаға енеді. Оқуға келгені туралы арыз
ары қарай теориялық курсқа қатысады. Теориялық курстың барысында жалпы жол қозғалыс ережелерінің барлық тақырыптары өтіледі. Жүргізушілердің міндеттері, жол көлік оқиғасы кезіндегі алғашқы медициналық көмек және де қауіпсіздік негіздерімен толық таныстырып өтеміз. Теориялық курстың барысында өте бір маңызды курсанттар үшін маңызды бір бөлігі ол тестке, яғни алдағы тапсыратын теориялық тестіне, теориялық емтиханға дайындық. Ол да автомектепте қарастырылады. Ал практикалық бөлімі бар. Ол жерде көлікке нөлден бастап қалай басқару қажет, нені білу қажет, көлік құрылысында қайсы құрылыстарды білу қажет, оның барлығы үйретіледі. Енді осы жол қозғалысы ережесінен бөлек тағы қандай пәндерді қосымша оқытасыздар? Теориялық курсқа келген кезде ең бірінші өтілетін тақырып ол бізде жол қозғалыс ережелері. Бірақ одан бөлек аса мән беретін тақырыптардың бірі ол жол қозғалысына қатысушы, яғни жүргізуші, жолаушы, жаяу жүргіншілердің міндеттері деп өтіледі. Оған қоса жаңа айтып өткенімдей алғашқы медициналық көмек, яғни медицинаны толық қамтып өтеміз. Көлік оқиғасы болған жағдайда ең бірінші неге назар аудару керек, екінші жағдайда неге назар аудару керек деген сияқты, қалай зардап шеккен адамға көмектесу керек деген сияқты пункттерге тоқталып өтеміз. Және де соңғы сабақтарда бізде аса мән беріледі қауіпсіздік негіздеріне. Яғни бізде тек қана жаймашуақ ауа райы болмайды, кейде қыстың күндері қардың үстінде тайғақ жолда қалай жүргізуші көлікті басқару керек, тежегішті қандай екпінмен басу керек деген сияқты әртүрлі ситуациялық жағдайларды талқылап өтеміз. Жалпы осы жаңа оқыту барысында, курс барысында әрбір тыңдаушы дейді, қанша сағат практикалық көлікті жүргізіп үйрену қажет? Практикалық курсқа қатысатын кезде ең алдымен курсант, енді ғана үйреніп келе жатқан курсант арнайы алаңда тежегіш педалін басуды, газ педалін басуды, қандай екпінмен басу керек, және де рульді қанша градусқа бұру керек деген сияқты база ақпараттармен танысады, яғни көліктің құрылысымен танысады. Одан кейін, егерде курсант жақсы қабыл алып жатса, информацияны жақсы көлікті меңгере алып жатса, онда тұрғындар аз шоғырланған қауіпсіз жолдарда көлікті бастап айдап үйреніп бастайды. Кейін ебінің жақсаруына байланысты көлікті қаланың ішінде де айдауды үйретеміз. Жалпы айтқанда кемінде 10 сағаттық көлік басқару сабақтар бізде нықталған. Өйткені біздің курсанттарымыздың арасында тек қана нөлден бастап үйрететіндер емес, кейде тәжірибесі бар, бірнеше жылдан бері көлік басқарып келе жатқан, көлік тізгінде жүрген курсанттар да кездеседі. Ол курсанттарға біз міндетті түрде 10 сағаттан көлік жаңағы практикалық сабақтарын міндеттеп қойғанбыз. Ал нөлден бастап үйренетін курсанттардың сабақтары уақыты ұзағырақ болады. Мұхтар мырза, осы жерде өзіңізге сұрақ, жалпы жүргізуші куәлігін заңсыз алу немесе жалған құжат пайдалану фактілер кездессе, оған қандай жауапкершіліктер қарастырылған? Жүргізуші куәлігін заңсыз алу фактілері қазір біз кездестірген жоқпыз. Себебі қазір дамыған цифрлы заман. Кез келген жүргізуші куәлігін қолдан жасау деген мүмкін емес. Жүргізуші автокөлік тоқтатқан кезде ЖСН санын айтса, немесе жеке куәлігін берген жағдайда біз қызметі планшетке салынады. Сол жерде азаматтың шын мәнінде алған алмағандығы, жүргізуші куәлігі бар жоқтығын тексереміз. Сонда кейбір қызықты жайттар болып жатады. Жүргізушілер өзге адамның немесе өзіне ұқсас адамның ағасының, інісінің ЖСН-ін айтып жатады. Немесе жүргізуші куәлігін беріп жатады. Біз міндетті түрде тоқтатқан кезде полиция қызметкері өзін таныстырғаннан кейін, қызметтік куәлігін көрсеткеннен кейін, бірінші кезекте жүргізушінің жеке басын анықтайды. Қазіргі таңда біз ол жүргізуші куәлігін қолдан жасау дерегі кездеспейді. Бұл да енді заңсыздық болып саналады ғой, өзге адамның ЖСН-ін беруде. Әрине. Жалпы қандай шаралар қолданыстыр? Бұл бойынша жаңағы өзінің құқық бұзған несіне қарай тиісті әкімшілік хаттамалары түзілетін болады. Енді соңғы жылдар осы жас жүргізушілердің қатысуымен болатын жол көлік оқиғалары не себеп деп ойлайсыз? Әрине жастармен жиі жол көлік оқиғалары орын алып жатады. Жалпы ауданымызда қазір көлік санының артқанында назарға алуымыз қажет.
ауданымызда жалпы 28.700-ге жуық автокөлік бар. Оның 1000-нан астамы жүк көлігі, 500-ге жуық автобустар және ауыл шаруашылық техникалар бар. Қалған 26.000-ы жеңіл автокөліктер. Бұл да жыл өткен сайын бұл халықтың әл-ауқатын жақсарғаны және де автокөлікте иемденуінде қолжетімділігі әсері болып отыр. Бұл көбейген сайын бір жағынан жаңағыдай жол көлік оқиғасына жиілеуде әсер етуде. Жастармен, яғни олардың автокөлік кейбір жастарда не ой болады, жаңа автокөлік тізгіндеп жатырмын, мен басқара аламын, мемендікке салынады, жылдамдыққа асырады, сөйтіп солай автокөлікті тізгіннен шығарып болады. Рұқсатсыз айдап кететін жағдайлар да болады. Әрине, рұқсатсыз ата-анасының автокөлігін, досының автокөлігін, жүргізуші куәлігін сіз мектеп оқушыларында автокөлікті айдап ауылдық жерлерде анықталған деректері бар. Оларға қатысты қатаң шарасын көреміз. Енді статистикаға тоқталып кетіңізші, жалпы ауданымызда жыл басынан бері қанша оқиға тіркелді? Және өткен жылдармен салыстырғанда көрсеткіш көбейіп жатыр ма, әлде төмендеп жатыр ма? Өткен жылдың 6 айы мен осы жылдың 6 айын салыстырғанда, яғни 2025 жылы 6 айында 89, осы 2026 жылдың 6 ай қорытындысымен 81 жол көлік оқиғасы тіркелген. Яғни 8 дерекке төмендетілді. Бірақ бұл деген қанағаттанарлық жағдай емес. Бұның санын едәуір біз азайтуымыз қажет. Себебі қазір дамыған заманда жол көлік оқиғалары деген басты назарда. Қысқаша енді ақпарат айтып өтейін. Бір жыл ішінде Қазақстан аумағында 2000-ға жуық адам осы жол көлік оқиғалары зардабынан қаза тауып жатады. Бұл дегеніміз үлкен бір қасірет. Қасірет, үлкен бір көңіл аударатын мән-жай. Сол себепті қазір ауданымызда барлығынша жол көлік оқиғаларын алдын алуға бағытталған шаралар қабылдануда. Қазір мерген және сергек автоматтандырылған камералар орнатылып, бұлар да өз септігін тигізіп жатыр жол көлік оқиғаларын алдын алуға. Жол көлік оқиғалар жалпы жылдамдықты асыру, қарама-қарсы бағытқа шығу, қазір таңда ұялы телефон қолдану, қазір екінің бірі көшеде байқасаңыз телефонынан ажырамайды. Солардың бәріне біз ескерту жасап, тиісті әкімшілік хаттамаларын түзіп, ол телефонға мән беріп, жолдағы алдында келе жатқан нәрсеге реакциясы болмай қалады. Телефонмен сөйлесіп келе жатыр, мысалы, адам көңіл күйін телефон эмоциямен беріліп, жаңағы көлік тізгіндей алмай, жол көлік оқиғалары орын алып жатады. Тамаша. Енді екеуіңізге ортақ сұрақ, жалпы кейбір азаматтар көлік жүргізуді бұрыннан білсе де, мынау емтихан барысында емтиханнан өте алмай қалып жатады. Осыған не себеп деп ойлайсыз? Осы сұраққа мен екі түрлі нұсқа айтар едім. Ең біріншісі ол психологиялық фактор. Яғни көп курсанттар жол қозғалыс ережелерін жақсы білгенмен де, көлікті жақсы тізгіндей алғанмен де, емтиханға барған кезде ол жерде емтиханның аурасынан бір қысым болады. Қобалжу, уайымның әсерінен біліп тұрған сұрақтарына қате жіберіп қалу деген жағдай орын алады. Ондай жағдайда енді жаңа психологиялық факторының әсерінен өте алмай қалған курсанттарымызға біз көбінше жаңағы барынша қолдау көрсетіп, офиске келіп, осында дәл емтихандағыдай компьютермен тестті көбірек шығарып дайындалыңыз деген сияқты кеңес береміз. Ал екінші нұсқам ол өзіміздің практикада көріп жүрміз, кейде бір кісілер хабарласады, курсанттар. Менің көлікті айдап жүргеніме 10 жылдай болды, бірнеше рет емтиханнан құладым, енді маған қалай да болса жүргізуші куәлігін алу керек дейді. Ондай жағдайда бірінші оқуға шақырамыз, және де күнделікті теориялық курстың жаңағы теориялық оқудың барысында байқайтынымыз қарапайым жол белгілері сабағының өзінде бірнеше белгілерді 100% белгінің бір 30%-мен таныс, 70%-мен таныс емес болады. Яғни ауыл арасында көлік айдап жүрмін, мен ережелердің бәрін білемін деген курсанттардың өзінде көлік айдап жүрген ережелердің бәрін өздігімен үйрене алмайтынына көзіміз жетеді. Жол белгілердің мысалы бізде Жетісайдың жан жағында, Жетісайдың өзінде
автомагистральда кездесетін белгілер, үлкен қалаларда, үлкен жолдар кездесетін белгілер жоқ. Және де ол белгілер біздің курсанттарға беймәлім болады. Соның себебінен тек қана өзімнің сенімдігім бар, мен 10 жылдан бері көлік айдап жүрмін, өзім тапсыра аламын деген курсанттар барып құлап келеді. Яғни кез келген жағдайда жол қозғалыс ережелері ол өздігінен үйретілмейді, оны міндетті түрде оқу керек. Бұл үлкен бір жауапкершілік, өйткені жылдан жылға өзгерістер орын алып жатыр ғой. Мұхтар мырза, осы алып қосарым жоқ, толықтай келісемін. Ол үлкен қалаларда көптеген мысалы ауданымызда жоқ знактар, жол белгілері, соны қателесіп жатады. Өмірінде жаңа тест тапсырып жатқанда бірінші рет көріп тұрады ондай жол белгісін. Жол жүру қағидаларын кітап теорияны оқымай, ол жүргізуші мен автокөлікті жақсы жүргіземін деген ол үлкен қателік деп санаймын. Енді осы емтихан жайында айта кетіңізші, бірінші қандай емтихан тапсырылады, одан кейін қандай? Алдымен теориялық емтихан тапсырылады. Теориялық емтиханда осы толығымен бізде автоционның базасында 1500 сұрақтай бар дейді жол қозғалыс ережесі бойынша. Сол 1500 сұрақтың 40 сұрағы ғана келеді. 40 сұрақтан 32 сұраққа дұрыс жауап берсе, онда емтиханнан өтеді курсант. 32-ден төмен болса, онда емтиханды қайта тапсыру қажет болады. Теориялық емтиханды өткеннен кейін практикалық емтиханға барады. Онда арнайы алаңда, автодромда көлікті айдайды. Яғни көлікті айдау барысында бірнеше жаттығулар болады. Бізде жақын жерде, Жетісайдың өзінде бізде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы жоқ, жүргізуші куәлігін беретін. Сондықтан біздің курсанттарымыз көбінше жақын жердегі Сарыағаштан немесе Шымкенттен барып жүргізуші куәліктердің емтихандарын тапсырып алып келеді. Және де осы соңғы өзгерістерге байланысты цифровизацияланды деп айтып жатырмыз ғой. Алдындары жүргізуші куәлігін алу үшін автомектепте оқып болғаннан кейін міндетті түрде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып, сол жақтан өтінім номерін алып келу керек еді курсант. Ал қазір ондай жоқ, қазір оңайлатқан, яғни оқу аяқталды ма, үйде отырып телефонның көмегімен онлайн емтиханға бронь жасаса болады. Бұл тек қана жүргізуші куәлігін алғашқы рет алып жатқан курсанттарға арналған. Ал егер де жүргізуші куәлігі бар болса, және де қосымша санат қосқысы келсе, мысалдан жүк көлігін айдағысы келсе, онда автомектептегі оқудан кейін міндетті түрде жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына барып, автоционға барып, сол жақтан өтінім номерін алады. Яғни телефон арқылы тек қана алғашқы рет жүргізуші куәлігін алатын курсанттар ғана алады өтінім номерін. Енді теориялық кезеңде мысалы неше тапсыруға мүмкіншілік бар? Практикалық жүзінде де? Негізінде теориялық емтиханда да, практикалық емтиханда да 3 рет мүмкіндік беріледі деп айтушы едік. Алайда қазір жаңа өзгерістерге байланысты шексіз тапсыру мүмкіндігі беріліп жатыр. Ол шексіз тапсыру мүмкіндігі, яғни сіз бір рет емтиханнан құласаңыз, екінші емтиханға тапсыра бересіз, үшінші емтиханда 10 күннен кейін ақылы түрде тапсырсаңыз болады, яғни жаңа өтінім номермен. Осындай жаңадан өзгерістер еніп жатыр. Қайта оқудың қажеті жоқ? Қайта оқудың қажеті жоқ, бірақ жаңағы автомектепте оқыды деген куәліктің мерзімі болады 2 жыл. Сол өтіп кетпеу қажет. Ал оқыған туралы сертификат қанша уақытқа жарамды? 2 жылға жарамды. 2 жылдан кейін қайта оқуға міндеттеледі? Иә, міндетті түрде 2 жылдан кейін жарамдылық мерзімі бітсе, онда қайтадан автомектепке келіп, қайтадан оқуын, білімін жаңарту қажет. Жақсы жүргізушіні қалыптастыру үшін тек көлік жүргізуді үйрену жеткілікті ме? Жақсы жүргізушіні қалыптастыру үшін тек қана жол ережелерін жақсы біліп, тек қана көлікті жақсы айдау жеткіліксіз деп ойлаймын. Жол мәдениеті деген ұғым бар. Жол мәдениеті. Иә, өйткені мысалы бізде курсанттар практикалық сабаққа қатысқан кезде инструкторларымыз бізде ең бірінші рөлге отырған сәттен бастап айтады. Осы рөлге отырған сәттен бастап сенің жауапкершілігіңе, сіздің жауапкершілігіңізде жан жағыңыздағы қозғалыстағы адамдардың өмірі де байланысты деп. Яғни курсантқа ең бірінші жауапкершілік алуды үйрету керек, өзіңнің өміріңе ғана емес, басқаларға да жауаптысың деген сияқты. Оған қоса жолда бір-бірін құрметтеу, сабыр сақтау, жол беру, қауіпсіздікті жақсы сақтау деген дағдыларды қалыптастыру керек. Сонда ғана көлік басқару кезінде курсант үлкен тәуекелге бармауға тырысады. Яғни жылдамдықты асырмауға, ережені бұзбауға тырысады деп ойлаймыз. Мұхтар мырза, жалпы өзіңіздің тәжірибеңізде кездесіп жатыр ма осындай оқиғалар?
жаңағы қазір енді жолда жүргеннен кейін, көп жерде жүргеннен кейін түрлі оқиғаларды көріп біліп жатамыз. Жалпы біздің ауданда жолда жүру мәдениеті, жүргізушілердің мәдениеті қалай қалыптасқан? Мәдениет қанағаттанарлық, қатты жақсы деп айта алмаймыз. Мен жаңа 2026 жылы 1 шілдеден бастап енгізілген өзгеріске кішкене мысал келтіріп өтейін. Жаңағы 65 жастан асқан азаматтар мысалы көріп отырсақ қарсы болуы мүмкін. Не себепті ол кісілер қартайған шағында неге әурешілікке салады деген. Бір ғана мысал, осы 2026 жылдың наурыз айының ішінде жол көлік оқиғасы орын алды бізде. 47 жылғы кісі, азамат жүргізуші өзінің автокөлігін басқарып бара жатып, өзінің бұрынғы диагнозінен инфаркт, инсульт несін алып, жолдың жиегінде тұрған автокөлікке соқтырып, қайтыс қаза болды. Яғни бұл жерде қарайтын жағдай, ол кісінің жүргізуші куәлігін ең соңғы 2017 жылы тексеруден өтіп алған екен. Яғни 2026 жылы жол көлік оқиғасына түсіп отыр. Солдан бері ол кісінің денсаулығына қандай да бір жүргізуге мүмкіндік бермейтін диагноздардың, болмаса аурулардың бар жоқтығы тексерілмеген. Сондай қазір таңда біз Жетісу аудандық сотына ұсынудамыз, дәрігердің наркологиялық және психиатриялық диспансерде есепте тұратын азаматтардың жүргізуші куәлігін тоқтатуға. Яғни ол жерде де 853 бұйрыққа сәйкес аурулардың жаңағыдай кодтары болады. Сол кодтардағы азаматтарда автокөлік жүргізуге тыйым салынған. Ал бізде бірінші жүргізуші куәлігін алып қойған азаматтар кейіннен есепке алынады, ал жүргізуші куәлігі тоқтатылмайды. Солардың бәрі зерделеніп, қазір таңда Жетісу аудандық сотына 42 азаматқа қатысты өтінім берілді. Бұл да барлығы жалпы жол қозғалысын қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жол көлік оқиғаларын алдын алу болып табылады. Яғни ол жерде де зерделесек үшін психиатриялық диспансерде наркологиялық есепте тұрған азаматтар, оның ішінде ауру санатына қарай жоғары, орта, жеңіл ғой. Ауыр санаттағылар көлік тізгіндеуге болмайды. Енді осы биылғы өзгерістер жайында жалпы өздеріңізде жаңа рейдтік шаралар, түсіндіру жұмыстары жүргізілді ме? Әрине, министерство тарапынан, департамент тарапынан, және біздің тарапымыздан халыққа әлеуметтік желілерде түсіндірме бейнежазбалар таратылды. Қазір белсенді, қазір 65 жастан асқан азаматтар сұрақтармен келіп жатыр. Полиция бөлімінде олар кісілерді түсіндіріп, барынша түсіндіріп, жол көрсетіп отырмыз. Енді бағдарлама соңында жалпы жүргізуші куәлігін алуды жоспарлап жүрген азаматтарға, сонымен қатар көлік тізгінінде жүрген азаматтарға айтар тілектеріңіз, кеңестеріңіз болса. Мұхтар мырза, өзіңізден бастайық. Сәтін салып, жүргізуші куәлігін емдене беріңіздер. Жүргізуші куәлігін емденгеннен кейін жол қозғалысына қатысушы болып табыласыздар. Автокөлік тізгіндесеңіздер. Жол жүргенде абай болыңыздар. Жол мәдениетін құрметтей біліңіздер. Асықпаңыздар. Автокөлік ол бір сәндік, уақыт құмарлық нәрсе емес, ол тек қана көлік ретінде баратын жерге жеткізетін көлік құрал ретінде қарау керек. Яғни оған қатты қызығу, жылдамдық тасымаңыздар. Мен айтар едім, 50% жол көлік оқиғаларының әсері ол жылдамдықты асыру, менмендіктің салдарынан орын алады. Абай болыңыздар, жолда қауіпсіздік баршамызға ортақ міндет. Мадина ханым. Жол қозғалыс қауіпсіздігі тек қана полиция қызметкерлері мен автомектептерге ғана емес, ең бастысы өзімізге керек. Сол себептен жолдың қауіпсіз болуының ең бірінші ережесі ол өзіңіздің жауапкершілігіңізді сезіне білу. Бізде жол ережелері қанмен жазылады деген сөз бар. Яғни сіз жолда жүрсіз ба, жүргізушісіз ба, онда сіз тек қана өз өміріңізге емес, жан жағыңыздағы жол қозғалысына қатысып жатқан кез келген қатысушының өміріне жауаптысыз. Сол себептен де жауапкершілікті сезіп, алдымен сапалы білім алып, өз біліміңізбен жүргізуші куәлігін алып, одан кейін ғана сауатты жүргізушілердің қатарына қосылуға шақырамыз. Жақсы, рахмет сіздерге. Бүгін студиямызға келіп, осындай ашық сұхбат жүргізгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Сау болыңыз. Құрметті телекөрермен, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар.